Боралдай кентінің тұрғындары кәріз суының қолқаны қабатын жағымсыз иісінен мезі болғанын айтып шағымданды. Олардың сөзінше Ломоносов көшесінде кәріз суын жүргізетін станцияның құрылысы басталғалы, жағымсыз иіс күшейіп, далаға шығудан қалған. Тіпті тұрғындар арасында көкжөтел көбейіп, балалар ойын алаңына бара алмай қалыпты. Осы маңдағы көп қабатты тұрғын үйден бөлек Әйтеке би шағын ауданы мен тағы бірнеше тұрғын үйдің кәріз суы дәл осы кәріз сорғы станциясына келіп құяды. Алайда бір ғана техниканың мұндай жүктемеге төтеп бере алмайтыны анық. Соның салдарынан үй маңын лас су басқан. Сорғы станциясы қолайсыз жерге орналасып, жүйелі күтім жасалмағандықтан қалдық су жер бетіне дейін көтерілген көрінеді. Тұрғындардың айтуынша бұл мәселенің бір шеті ғана. Жағымсыз иіс пен айналаға жайылған лас су бактерия мен вирустың көбеюіне қолайлы жағдай туғызып отыр. Сондай-ақ маса мен шыбынның көбеюі тері ауруы мен аллергияның артуына әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдай әсіресе балалар мен жүкті әйелдердің денсаулығына қауіпті. Біздің ауламызда постоянно осындай сулар шығып жатады. Мына істеген нелері дұрыс емес. Насос істемей ма, қолдан өздері келіп, бензовозбен су тартып кетеді мына жерден. Күндіз жүру мүмкін емес, мына жердің иісі ауланы алып атады. Балдар ойнайды, нелерін бәрін қазған жерлері ойылып атыр. Елді мекенде инфрақұрылым мәселесі бұрыннан өзекті. Мұнда мекемелер мен тұрғын үй тығыз орналасқан. Станция болғанымен электр қуаты жетпей, жер астындағы құбырлар істен шықты. Содан лас судың бәрі сыртқа ағады. Десе де қазір жаңа су сорғының құрылысы жүріп жатыр. Аталған мәселе орын алмау үшін станция жанынан су қоймасын салу көзделген. Оған бюджеттен 15 миллион теңге қаржы қарастырылған. Жобаға сәйкес екі канализациялық насос станциясы салынды. Онан кейін 10-8 километр магистраль дейді, магистралдық канализациялық трубалар ауыстырылды. Онан кейін екінші этап ол 2024-2025 жылы жүргізілген болатын. Бұл Арман АБК деген компания бұл жерде 7,5 километр внутри квартальный дейді, аула ішіндегі жұмыстар жүргізген болатын. Оның тапсырыс берушісі Іле аудандық ЖКХ бөлімі. Былтыр басталған жоба аясында бірқатар көшеде қазу жұмысы жүргізіліп, жолдар бүлінген. Құрылыс әлі жалғасып жатқанмен көшедегі шұңқырлар тұрғындарға қолайсыздық туғызып отыр. Ал ата-аналар баласын жол бойына алаңсыз жіберуге қорқады. Бізде былтыр кәріз желісін тарту барысында жер қазылып, құбыр төселген. Алайда қазылған топырақ сол күйі қайта көмілмеді. Ешқандай нығыздау жұмысы жүргізілмеді. Салдарын міне көріп отырсыздар. Кәріз станциясы жобасының жалпы құны 1 миллиард теңгеден асады. Алайда жобадағы кәріз құбыры талапқа сай орналаспаған, көшелерге мініп тұр. Ал тұрғындардың жайлы өмір үшін қара жолды қалыпқа келтіруге 56 миллион теңге бөлініпті. 40 көше ахват жасалды. Бүкіл соларға жаңағыдай су құбырларын жаңалап беру мақсатында жұмыстар атқарылып жатыр. Ол жұмыстар енді биыл жылдың соңына аяқталады деп ойлап отырмыз. Бұл жерде де мынау енді ол қазылу керек қой, енді ол қазылу керек. Ол енді бірақ бюджетте қарастырылады. Мына жаңағыдай асфальтпенен қайтадан орнына қалпына келтіріледі. Ол жұмыстар енді мен ойлаймын, қазір бұл жұмыс осы жаз бойы жасалады әлі, қазылады. Бізде мынау үлкен Алматы облыстық маңызы бар көше бар. Жаңағы аэродромная дейді, Жаужүрек деген. Сол көшелерде ең соңғы енді бір этапы үлкен құбырлар жасалынады. Жаңа су сорғы станциясы маусым айының соңында іске қосылады. Ал кент ішіндегі көшелерді қалыпқа келтіру жұмысы жыл соңына дейін толық аяқталуы тиіс. Жауаптылар сөзінде тұрса, инфрақұрылымдық түйткілдер кезең-кезеңмен шешіледі. Ақжан Анапия, Алмас Әбдешев, Қонаев медиа.